Саламатсыздар ма балалар? Бүгінгі бізде өтетін сабағымыз, яғни біздің бөлім, жаңа бөлім «Моя семья и друзья». Менің отбасым және менің достарым деген бөлім. Приветствие. Как надо здороваться и прощаться. Қалай амандасу керек және қалай қоштасу керектігі туралы үйренеміз. Бірінші тапсырмаға мынаудағы суретке қарап, сөздерді есімізде сақтаңдар деп жатыр. Сәлеметсің бе, Алина? Здравствуйте, Сәуле Ахметқызы. Саламатсыз ба, Сәуле Ахметқызы дейді. Жерде екеуі бір-бірімен амандасып тұр, иә? Здравствуй, сәлеметсің бе? Здравствуйте, сәлеметсіз бе? Привет, сәлем. Яғни біз здравствуйте деп үлкен кісілерге айтамыз. Ал екінші тапсырмада сөздердің әр түрлі амандасуын дұрыс айтуды үйренеміз. Яғни мына жерде біз қандай сөз қою керекпіз. Здравствуйте, Зәуре Мәлікқызы. Сәлеметсіз бе, Зәуре Мәлікқызы? Здравствуй, Сырым. Саламатсың ба, Сырым? Привет, Арман. Сәлем, Арман деп жатыр. Ал үшінші тапсырмада қалай танысу керектігін айтып жатыр. Как тебя зовут? Яғни сенің атың кім? Меня зовут Жанар. Менің атым Жанар. Меня зовут Дана. Менің атым Дана. Меня зовут Айбек. Менің атым Айбек. Ал төртінші тапсырмада қалай қоштасу керек екенін тыңдаңдар деп жатыр. Және оны іс-әрекетпен көрсетіңдер деп жатыр. До свидания, дети. Сау болыңдар, балалар. До свидания, Марат Ахметұлы. Сау болыңыз, Марат Ахметұлы. До встречи, Олжас. Келесі кездескенше, Олжас. До свидания, Саян. Сау бола ғой, Саян. Яғни до свидания деген бізде сау бол, сау бол. До встречи, кездескенше деген сөздер. Ал бесінші тапсырмада прочитайте, скажите, кому нужно говорить здравствуй, привет, до встречи, а кому здравствуйте, до свидания. Яғни біз кімге сәлеметсің бе, кімге сәлем және кездескенше, кімге сәлеметсіз бе және сау болыңыз деп осы сөздерді кімдерге айтатынымызды қолданамыз. Привет, Айша. Сәлем, Айша. Здравствуй, Айбек. Сәлем, Айбек. Здравствуйте, дети. Саламатсыңдар ма, балалар? Здравствуйте, Зәуре Мәлікқызы. Сәлеметсіз бе, Зәуре Мәлікқызы? До свидания, Айша. Сау бола ғой, Айша. До встречи, Айбек. Келесі кездескенше, Айбек. До свидания, дети. Сау болыңдар, балалар. До свидания, Зәуре Мәлікқызы. Сау болыңыз, Зәуре Мәлікқызы. Здравствуй, привет, до встречи. Мы говорим друзьям и одноклассникам. Яғни біз сәлеметсің бе, сәлем, келесі кездескенше деп біз кімге айтады екенбіз? Достарымызға және сыныптарымызға. Здравствуйте, до свидания деп бізге кімге айтады екенбіз? Үлкен адамдарға және көп балаларға айтады екенбіз. Ал алтыншы тапсырмада посмотрите анимацию, покажите, как приветствуют друг друга разные народы. Яғни біз бұны QR-код арқылы көруге болады. Қандай сөзді үйрендік балалар бүгін біз? Здравствуй, сәлеметсің бе? Здравствуйте, сәлеметсіз бе? Привет, сәлем. До свидания, сау бол. До встречи, кездескенше. Яғни осы сөздерді сендер байларына жаттап айтып берсеңдер болады.